Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Химия пәні бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нуклеин қышқылдары. Сабақтың мақсаты нуклеин қышқылдары құрылысы, құрылымымен танысу, нуклеин қышқылдарының түрлері, олардың ұқсастықтары және айырмашылықтарын ажырата білу, нуклеин қышқылдарының тіршілік үшін маңызды қызметтеріне тоқталу. Нуклеин қышқылдары ең алғаш жасушаның ядросынан табылды. Ол латынша нуклеус ядро деген мағынаны білдіреді. Сондықтан нуклеин қышқылдары деп аталған. Нуклеин қышқылдары макромолекулалы мононуклеотидтерден тұратын табиғи жоғары молекулалы қосылыстар. Нуклеин қышқылдары тірі организмдегі тұқым қуалайтын ақпаратты сақтай отырып, оны келесі ұрпақтарға жеткізетін күрделі құрылысты молекула. Оны 1868 жылы швед биохимигі Мишер клетка ядросының құрамынан анықтаған. 1889 жылы Рихард Альтман нуклеин қышқылы терминін енгізсе, алғаш рет нуклеин қышқылдарына зерттеу жасаған Альбрехт Костел нуклеин қышқылдарынан азоттық негіздерді анықтады. Нуклеин қышқылдарының құрамы мен құрылысы. Нуклеин қышқылдарының толық емес гидролиз нәтижесінде нуклеотидтер түзіледі. Олар нуклеин қышқылдары полимер тізбегінде қайталанып отыратын күрделі құрылым буындары. Ал нуклеотидтерді одан әрі гидролиздесе ортофосфор қышқылы және пентоза мен азотты негізге айырылатын нуклеозидтерді түзеді. Нуклеин қышқылдары құрамында көмірсудың гидроксил тобы мен фосфор қышқылының арасында күрделі эфирлік байланыс түзіледі. Ал азотты негіз көмірсудың жанында жалғасады. Полинуклеотидтің құрылысын сызба нұсқамен төмендегіше өрнектеуге болады. Құрамында азотты негіз рибоза немесе дезоксирибоза және фосфор қышқылының қалтығы кіретін қосылыс нуклеотид деп аталады. Нуклеотид қоссақиналы пуриндік негіз аденин гуаниннен тұрса, бірсақиналы пиримидиндік негіз тимин, урацил, цитозиннен құралады. Нуклеин қышқылдары екіге бөлінеді: дезоксирибонуклеин қышқылы және рибонуклеин қышқылы. Дезоксирибонуклеин қышқылы қысқаша атауы ДНК деп айтамыз. ДНК полимерлі зат, мономерлі құрамына азотты негіз аденин, тимин, гуанин, цитозин, пентоза қанды дезоксирибоза, фосфор қышқылының қалтығы кіретін нуклеотид. Рибонуклеин қышқылы қысқаша РНК деп айтамыз. Бұл да полимерлі зат, мономерлі құрамына азотты негіз аденин, урацил, гуанин, цитозин, пентоза қанды рибоза, фосфор қышқылының қалтығы кіретін нуклеотид. Енді ДНК мен РНК-ны жеке-жеке қарастыратын болсақ, ДНК-ның құрылымы. ДНК молекуласы спиралдан орналасқан екі полинуклеотидті тізбектен тұрады. Әр тізбектің көмірсулы фосфатты қаңқасы болады, ал азотты негіздер дезоксирибоза молекуласымен байланысып, спиралдың ішкі бөлігін түзеді. Көршілес дезоксирибоза молекулалары фосфор қышқылының қалдығы арқылы байланысады. Қарама-қарсы орналасқан азотты негіздер сутекті байланыстар арқылы жалғасады. Бұндай жұптасу белгілі бір сәйкестікпен жүреді. Аденин әрдайым тиминмен, ал цитозин әрқашан гуанинмен жұптасады. ДНК-ның химиялық құрамы қоссақиналы аденин және гуанин, бірсақиналы пиримидиндік негіз тимин мен цитозиннен тұрады. ДНК молекуласы екі жіпшеден тұратындықтан молекулалық массасы нәруыздан жоғары болады. Нуклеотид тізбектері азоттық негіздері арқылы сутектік байланыспен өзара байланысып, қоссақиналы ДНК айналмасын түзеді. Екі нуклеотид аденин мен гуанин екі сақиналы пуриндік негізге, тимин мен цитозин бірсақиналы пиримидиндік негізге жатады. Нуклеин қышқылдарының құрылымы бірінші құрылымында мононуклеотидтер белгілі тәртіппен орналасса, екінші құрылымы макромолекулалардың кеңістікте қос шиыршық болып орналасуын көрсетеді. Үшіншілік құрылым ДНК мен РНК-ның кеңістікте шумақталып орналасуы. ДНК-ның моделін жасаған 1853 жылы Уотсон мен Крэг Нобель сыйлығының иегерлері атанады. Молекуладағы нуклеотидті құрамына және иондардың концентрациясына байланысты ДНК қос оралмасы тірі организмдерде әртүрлі пішінде болып келеді. ДНК-ның бұзылуы әртүрлі мутагендердің әсерінен болуы мүмкін. Мысалы, оған радиация, ультракүлгін және рентген сәулелерінің әсері болады. Егер бұл жағдай байқалған болса, алдын ала химия терапия жүргізіледі.
Нуклеин қышқылдарының екінші түрі рибонуклеин қышқылы, қысқаша атауы РНК. Бұл ДНК сияқты биополимер, оның мономері 3 негізгі компоненттен тұратын нуклеотидтер: азоттық негіз, көмірсу рибоза, фосфор қышқылының қалдығы. РНК құрамында тиминнің орнына урацил болады. Құрылымы бойынша РНК бір тізбекті және екі тізбекті болып бөлінеді. Екі тізбекті РНК бірқатар вирустардың тұқым қуалайтын белгілері туралы ақпарат сақтайды. Бір тізбекті РНК түрлеріне тасымалдаушылық, информациялық және рибосомалық РНК жатады. Бұл РНК-ның түрлері аттарына сәйкес қызметтері де соған сай болады. Мысалы, ақпараттық РНК генетикалық ақпаратты ДНК-дан рибосомаға қарай тасымалдаса, тасымалдаушылық РНК биологтық тізбектің синтезі жүретін жерге амин қышқылдарды тасымалдайды. Рибосомалық РНК рибосомада орналасқан құрылымдық биолог тізбегінің синтезіне қатысады. ДНК мен РНК-ға салыстырмалы сипаттама берсек, ДНК екі жіпшеден тұрса, РНК бір жіпшеден құралады. ДНК ядрода, РНК ядро мен цитоплазмада орналасады. ДНК аденин, тимин, гуанин, цитозин тұратын болса, РНК аденин, урацил, гуанин, цитозин нуклеотидтерінен құралады. ДНК-ның қанты дезоксирибоза, РНК-ның қанты негізі рибоза деп аталады. ДНК генетикалық ақпаратты сақтап, зат алмасу процестерін қадағалауға қатысса, РНК генетикалық ақпаратты тасымалдау және нәруыз биосинтезіне қатысады. Бұл жерде ДНК мен РНК-ны құрайтын моносахарид рибоза мен дезоксирибозаның формуласы көрсетілген және бір жіпшелі, қос жіпшелі құрылысты беретін ДНК мен РНК-ның айырмашылықтары көрсетілген. Нуклеин қышқылдарының гидролиздерінің өнімдері ДНК мен РНК-ның құрамының айырмашылығы нуклеин қышқылын толық гидролиздеу арқылы анықталады екен. Оларды гидролиздегенде әртүрлі заттардың қоспасы түзіледі. Нуклеин қышқылдарының құрылымы ДНК мен РНК-ны тағы да қысқаша айтып өтетін болсақ, азоттық негіз аденин, гуанин, цитозин, тимин, көміртегі дезоксирибоза және фосфор қышқыл қалдығынан тұрады. РНК азоттық негіз аденин, гуанин, цитозин, урацил, көміртегі рибоза және фосфор қышқыл қалдығынан құралады. Нуклеин қышқылдарының қызметі генетикалық ақпаратты тасымалдайды, сақтайды, ағу синтезіне қатысады, организмдер көбейген кезде немесе клеткалар бөлінген уақытта генетикалық ақпаратты тасымалдайды. Нуклеин қышқылдарының биологиялық маңызы өте зор. Олар организмдегі генетикалық ақпаратты сақтайтын және тасымалдайтын жасушаның маңызды құрам бөлігі. Нуклеин қышқылдары ағуыз биосинтезіне қатысады және организмдерде тұқым қуалаушылықты сақтап, оның бір ұрпақтан екінші ұрпаққа берілуін қамтамасыз етеді. ДНК мен РНК-ның қызметтері 1940 жылдардан бастап анықталып, түрлі биологиялық тәжірибелер арқылы дәлелденген. Осы зерттеулер нәтижесінде молекулалық генетика ғылымы жедел дами бастады. Оның жемісі гендік инженерия. Қазіргі кезде гендік инженерияның көмегімен түрлі жұқпалы ауруларға қарсы вакциналар өндірілді. Сонымен бүгінгі нуклеин қышқылдары тақырыбын қорытындылайтын болсақ, нуклеин қышқылдары мономерлі нуклеотидтер. Нуклеин қышқылдары дезоксирибонуклеин және рибонуклеин қышқылы болып екі топқа бөлінеді. Рибонуклеин қышқылы аденин, гуанин, цитозин, урацилин және рибоза мен фосфор қышқылының қалдығынан тұрады. Атқаратын қызметтеріне сәйкес ақпараттық, транспорттық және рибосомалық РНК болып бөлінеді. Дезоксирибонуклеин қышқылы азоттық негіз аденин, гуанин, цитозин, тиминнен құралады. Дезоксирибоза қантынан және фосфор қышқыл қалдығынан тұрады. Бүгінгі тақырып бойынша осы. Сау болыңыздар.